Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бұл сабақта басмараны тура оқығанды үйренеміз. Алғаш bir қанша жолы басмараның тура оқылышын оқып берем. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Басмараны айтқанда касра харакетін толық шығарышымыз керек. Касра харакети астыңғы еринде жайғанда жақсы шығады. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ал эми касраны bir қанша бөлігін шығарып қойсақ, анда бұл қата болып қалады. Мысалы, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Андан кейін бисми сөзінде син тыбышы келеді. Син тыбышында ышқыручу софир сыфаты бар. Біраз ышқырық шығарабыз. Бисми. Және син тыбышын айтқанда біраз уақыт қармалады. Бисми. Бисми. Андан кейін Аллах сөзіні екі әрекет өлшемде созып айтабыз. Бисмиллахи. Ал эми созбой бисмиллах деп қойсақ, анда бұл қата болып қалады. Андан кейін ар-рахман және ар-рахим сөздерінде таштид келеді. Ал таштид ро тыбышында. Тақтау айтқанда екі ро шығарабыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ар-ро. Ар-рахманир-рахим. Ал эми bir ро шығарып қойсақ, анда бұл қата болып қалады. Мысалы, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Және родың таштидін шығарам деп, көп ро шығарып үйбейбіз. Мысалы, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бұл оқылыш қата болып қалады. Тоғрасы екі ро шығарабыз. Андан кейін ар-рахман және ар-рахим сөздерінде ха тыбышы келеді. Ха тыбышы алқымдың тақ ортасынан шығады. Ар-рахманир-рахим. Ха. Ар-рахманир-рахим. Андан кейін ар-рахим сөзінде созылма тыбыш келеді. Ал созылма тыбышты екі әрекет өлшемінде ар-рахим деп, же төрт әрекет өлшемінде ар-рахим, же алты әрекет өлшемінде ар-рахим деп созып оқысақ болады. Мына біз бұл сабақта басмараны тура оқығанды үйрендік. Аллах Таала барыбызға Құр'ан-ы Кәрімде тәжвид менен оқығанға мүмкіншілік берсін.